Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге құрма туралы ақпарат білетін боламыз. Күн салқындағанда дүкендерде көп сатылатын жемістердің бірі ол құрма. Тік шаншылып 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбіне ыстық климатты аймақтарға тән. Құрма өсіру шаруашылығымен айналысатын араб елдеріне негізінен Сауд Арабиясы, Ирак, Мысыр, Судан мемлекеттері жатады. Құрма жаңа жылдық дастарханның айнымас бір бөлігі. Құрмада қызғылт сары пигмент бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады. Дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, каротинді сары ауруға себеп болады. Сондай-ақ құрманың құрамында қанттың көп болатынын ескерту қажет. Сусамырмен ауыратындар құрмадан түбегейлі бас тартуы керек. Құрманы жер алдында оның қабығына назар аударыңыз. Қара дақтары бар, қабығына зақым келген құрмадан аулақ болған дұрыс. Өйткені оның сыртында зиянды микробтар болуы мүмкін. Ол іштің өтуіне, жүректің айнуына және ағзаның әлсіреуіне себеп болады. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз. Құрманың құрамында көптеген пайдалы микро және макро элементтер бар. Магний тамырларды босаңсытса, калий ағзадағы артық заттардың шығып, қан қысымының төмендеуіне әсер етеді. Оған қоса құрма йодтың таптырмас көзі. Құрма теріні сергітеді және балғын етеді. Ол қартаюдың бастапқы белгілерімен де күреседі. Қысым, бас сақинасы, артериялық қысым өзгерістері мегаполисте өмір сүрудің салдарлары. Олардың алдын алуға құрма көмектеседі. Дәрумендерге бай құрма қан тамырларға жағымды әсер етеді. Сонымен қатар дәрігерлер тамырлардың түйнеліп кеңеюімен, яғни варикозды аурулар және тіс қанауымен қиналатын адамдарға құрма жеуге кеңес береді. Құрма темірге де бай, сондықтан оның шырынын анемия кезінде тамақ ішер алдында 50-100 граммнан күніне 2 рет ішу ұсынылады. Құрма шырыны жүйке жүйесіне күйзеліспен күресуге көмектеседі. Егер қыс бойы осы жемісті уақытылы жеп тұрсаңыз, күні бойы қуатты және жақсы көңіл күймен жүресіз. Құрмада ең көп калий мөлшері бар, сондықтан ол жүрек-қан тамырлар ауруымен қиналатын адамдарға өте пайдалы. Егер жүрек ауруының алдын алғыңыз келсе, немесе жүрек ауруларын жеңілдеткіңіз келсе, күніне 3-4 құрмадан жеген жөн. Жүктілік кезінде көптеген әйелдердің біраз уақыт жүректері айнып және де физиологиялық өзгерісте жүреді. Нәтижесінде ағзаға калий жетіспеушілігі басталады. Осы кезде жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақтар жеуі тиіс. Калий құрмада көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға, миға қажетті оттегіні алуға көмектеседі және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Құрма жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді. Жоғарыда айтып кеткенімдей, өзінің қызғылт сары түсінің арқасында құрма бета-каротиннің жоғары пайызына ие. Бета-каротин жасушалар құрылымын бұзатын бос радикалдармен күресетін мықты антиоксидант. Дәрігерлер қатерлі ісік ауруларының алдын алу үшін құрамында бета-каротині бар жемістер мен көкөністер жеуді ұсынады. Оларға қызғылт сары түсті жемістер мен көкөністер, мысалы апельсин, сәбіз, шырғанақ, құрма және тағы басқалар жатады. Құрманы аш қарынға желінсе, ішектегі құрттарды өлтіреді. Құрма бауырды қуаттандырады, асқазанды тазалайды, әлсіз бүйректі күштендіреді. Арықтағысы келіп, алайда тәттіден бас тарта алмай жүрген адамдар конфеттің орнына құрма қолданса болады. Себебі олардың тәттіге қарағанда нәрлілігі аз. Достар, менің ақпаратым пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.
видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.